Құрметті тыңдармандар, бұл дұрыс сөйлейік бағдарламасы. Студиямыздың қонағын естеріңізге сала кетейін. Тіл маманы Анар Мұратқызы. Анар ханым, ендігі тақырыбымыз ауызша сөздің үлкен екі типі жайлы болмақ. Дайындықты және дайындықсыз деп бөлеміз. Дұрыс айтасыз. Бұл типтер туралы да бізге білген артық болмайды. Біз осының алдында сөздің ресми және бейресми қарым-қатынаста жүзеге асатынын айттық. Осы ресми қатынаста да, бейресми қатынаста да сөз екі типте көрінуі мүмкін. Біреу дайындықты сөз, біреу дайындықсыз сөз дейміз енді. Дайындықсыз деген сөздің орысша баламасын айтсақ, спонтанды деп айтады, немесе спонтанны. Спонтанды деп те аударылып жүр қазақшаға. Иә, айтылып жүр. Ал дайындықты деген сөз, ол орысша подготовленный деген сөз. Мысалы, қазір Самат екеуміздің сөзіміз дегенмен де дайындықты сөзге жатады. Өйткені біз алдын ала не мәселе туралы сөйлейтінімізді білдік, және онда қандай мазмұнда әңгіме айтатынымызды білдік. Сосын біздің тыңдармандарымыз кімдер екенін бізге алдын ала ескертіліп айтылды. Енді дайындықсыз сөзде сіз ондай барлық жағдаяттан хабардар болмайсыз. Ол өзі өмірдің ағынымен сіздің аяқ астынан тап болған жағдаяттағы сөздеріңіз дайындықсыз сөз болады. Сондықтан оның дайындықсыз сөзде жіберілген қателіктер, немесе интонациясындағы кейбір уәжсіз қолданыстар, оларға кешіріммен қараймыз. Дайындықсыз сөзде енді ондайға кішкене қатаңдықпен қарайды. Сондықтан дайындықсыз сөзді, ауызша сөзде қателіктер жібермеуге көбірек тырысу керек. Егер онда көп қате кетіп жатса, демек ол адамның құзыреттілігі, сөйлеу құзыреті төмендеу деген хабар жетеді. Тыңдап тұрған адамға сондай хабар жетеді. Мына кісі тілді әлі білмейді екен, дұрыстап сөйлей алмайды екен, немесе сөйлеп үйренбеген адам екен, көпшіліктің алдында сөйлей алмайды екен деген сияқты әртүрлі жағдаяттарға қатысты сондай ақпарат туындайды. Енді дайындықты сөздің интонациясы да өрнекті болады, интонациясында ауытқушылықтар болмайды. Бір мысал келтіре кетсеңіз. Мысалы, тыңдарманға түсініктірек болу үшін. Дайындықсыз сөзде хезитациялық пауза дейміз. Біз ол туралы алдағы сабақтарымызда айтамыз. Деген сияқты солар көбірек болады дайындықсыз сөзде. Сосын бір қызығы, дайындықсыз сөз аяқ астынан бір сөзді айту керек болып қалған кезде, ол сөздегі ақпарат көбірек болсын деп талап етілген кезде, сол ақпаратты анау кісі өзінің ар жақ санасына жинап, түйіндеп шығарғанша уақытты бос кетірмейін деп, көбіне біздер бар сөз, жаргон, қазір қате айттым, паразит сөздерді көп қолданамыз. Мысалы, міне жаңағы менің тоқтап қате айтып қойғаным, бұл дайындықты сөздегі жіберген кешірілмейтін қателікке жатады. Паразит сөздерді көбірек айтып қоямыз. Ол паразиттік сөздер өздеріңіз білесіздер, жаңағы, яғни деген сияқты осындай қайта қайталана беретін сөздер жатады. Дайындықсыз сөзде осындай келеңсіз жағдайлар болып қалуы мүмкін, бірақ оған кешіріммен біздер қараймыз. Дайындықты сөзде ондай қателіктерді қайта жіберу сөйлеп тұрған адамның тілдік құзыреттілігінің онша жақсы емес екеніне хабар беріп қояды. Енді дайындықты сөзге мысал келтіретін болсақ, дайындықты ауызша сөз ол мына тележурналистердің, радио журналистерінің бағдарламадан сөйлеуі, мектеп мұғалімдерінің оқушылар алдындағы сабақты түсіндіруі, немесе ресми қарым-қатынастағы мынау мекеме қызметкерлерінің күнделікті ағымдағы жиналыстардағы сөзі, осының бәрі дайындықты сөзге жатады. Дайындықсыз сөз көбінесе әлеуметтік тұрмыстық аяда көп қолданылады. Ол жерде өйткені күнделікті өмірде, тіршілікте, туысқандар арасында, дүкенде, базарда, көшеде сіз коммуникантыңыз кім болатынын білмейсіз, жағдайға қатысты сонымен сөйлесе бересіз. Сондықтан дайындықсыз сөзде осындай әртүрлі вариациялар көбейіп кетеді. Көп рахмет, Анар ханым. Біздің уақытымыз шектеулі. Құрметті тыңдармандар, алдағы бағдарламаларымызда осы тілге қатысты бұдан да қызықты ақпараттарға қанық боласыздар деген ойдамыз. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.